Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Али Асқар. Бүгінгі тақырып бізде Smart Money. Smart Money деген не? Сіз Smart Money деген сөзді көп естисіз, бірақ көбі нақты не екенін түсінбейді. Біреу айтады, Smart Money ол ордер блок, біреу айтады, олар маркетмейкерлер. Ал негізінде Smart Money бұл жай ғана бір стратегия емес. Бұл нарықтың ішіндегі ең үлкен ойыншылары, солардың ойыны. Нақты ақша кімде болса, сол нарықты басқарады. Ол кімдер? Банктер, институционал инвесторлар, хедж фондтар және тағы басқа. Бірақ олар бізден қандай айырмашылығы бар деп сұрасаңыз, мен сізге жауап беремін. Мысалға, олардың айырмашылығы қандай? Олар сен сияқты 100, 500, $1000 емес, миллиондаған, до такой степени безграничный ақшамен жұмыс істейді. Сен бір позицияға кіргенде рынокқа ешқандай әсер етпейсің, ал олар кірсе, рынок қозғалып кетеді. Неге? Себебі олар көлеммен жұмыс істейді. Smart Money олар сигнал іздемейді, олар плюс беретін паттерн іздемейді. Олар өздері сол қозғалысты жасайды. Сен график көріп отырсың, ал олар болса толпаның психологиясын көріп отыр. Сен осында уровень бар, осы жерден отскок болады, реакция аламыз деп ойлап кіресің, ал олар мына жерде бәрі стоп қояды деп ойлап сені ұстауға дайындалып отыр. Яғни Smart Money деген үлкен ақша иелері ғана емес, олар бүкіл нарық құрылымын басқарып отырған ойынды жасаушылар. Біздің мақсатымыз осы. Мысал келтірейін. Екі адам шахмат ойнап жатыр. Бірі жаңадан үйреніп келе жатқан адам, екіншісі 10 жыл ойнаған гроссмейстер. Гроссмейстер бұл шахматтағы ең жоғары атақ. Жаңадан бастаған адам әр жүрісті ойлайды. Мына фигурамен жүрсем қалай болады? Осындай ход жасасам не болады деп ойлайды. Ал гроссмейстер 5 жүріс алда не болатынын көріп отыр. Сондықтан сен график көріп, свитча қарап, индикатор қосып жүргенде, олар сенің реакцияңды пайдаланып, соны ликвидке айналдырып, өз пайдасын алып отыр. Вот осыны түсінсең, сен трейдингті мүлде басқа көзқараспен көре бастайсың. Ал қазір біз келесі тақырыпқа көшеміз. Ликвидность деген не? Ал енді ликвидность туралы сөйлеп кетсек. Ликвидность деген не? Сізге бір ситуация таныс шығар. Деңгейге, допустим, жетті, сен кірдің, бірде минусқа кетті. Қалай ойлайсың? Бұл жай совпадение ме? Жоқ, бұл жүйе. Бүгін мен саған ликвидность не екенін түсіндіремін. Толпа қайда қателеседі? Smart Money неге дәл сол жерге целдерін қояды? Бәрін қарапайым тілмен айтып түсіндіріп жіберемін. Ликвидность деген не? Ликвидность бұл көлем емес, бұл трейдерлердің ордерлері. Мысалы, сен ойлаған қауіпсіз бір уровень артыңда мыңдаған трейдерлердің стопы тұр. Толпа қайда стоп қояды? Предыдущий максимум, минимумға стоптарын артына қояды. Или паттерн артында. И қауіпсіз зона деп ойлаған жерде стоптарын қояды. Ал Smart Money осы жерлерді біледі. Себебі олардың мақсаты ликвид жинау. Мысалы көрсетіп жіберейін. Осы жерде біз көріп тұрмыз. Біз астыға түсіп, осы жерден лонг аламыз. Бірақ баға не істейді? Баға осы жерден реакция беру орнына осыны барып шешіп кетеді. Неге десеңіздер, тағы да қайталап кетейін. Осы біз ойлаған қауіпсіз жерлерде трейдерлердің стоптары тұрады. Ал маркетмейкерлердің мақсаты стоптарды жинау. Smart Money қалай қолданады? Олар жай ғана кірмейді. Олар алдымен ликвидті жинайды. Мысалы, осы жерде айтқандай, деңгейге келді, бәрі лонг ашты. Ал Smart Money керісінше, осы деңгейдің артына бағаны апарып, стоптарды жинап, сосын ғана қозғалады. Сен оны ложный пробой деп ойлайсың, повторный тест деп ойлайсың. Ал олар үшін бұл стратегия. Себебі сен ликвидсің. Сенің стопын олардың кіруі. Тағы бір қарапайым мысал көрсетіп кетсем, не бізде лонг бара жатыр. Сен көріп тұрсың, что осы жерден баға 3 рет отскок берді. Толпа ойлайды, мынау мықты уровень деп. Және сол жерден қайттан сатып алады. Бірақ Smart Money не істейді? Бағаны сол уровеньнің артына апарып, бәрінің стопын алады. Сосын ғана барып шынайы импульс береді. Сен осыны көре білсең, сен енді графикті емес, нарықты түсіне бастайсың. То есть ликвидность ол ойыншылардың стоптары. Бір сөзбен айтқанда ақша. Қараңыздар, мысалы көрсетіп кетсем, бізде мұнда лонг движение болып жатыр. Міне, көргеніңіздей баға үстіне бара жатыр. Осы жерде қайда ликвидность? Осы жерде бізде каждый лоу, каждый максимум бізде ликвидность болады. Міне көргеніңіздей біз осы максимумларды шешіп бара жатырмыз. Ал астыңғы цельдерге қарасақ, бізде ликвидностьтар каждый минимумда болады. Шартовый движениеде көрсетсем, міне шартовый движение баға астына бара жатыр. Ликвидность осы жерде қайда? Ликвидность каждый минимум, каждый максимум. То есть каждый минимумды біз шешіп бара жатырмыз. Үстіңгі цельдерге қарасақ, бізде ликвидность осы максимумларда. Ал енді реальный графикке көшсек, мысалы Dixie'ні ашсақ, біз міне көріп тұрмыз. Low обновить етілді, ликвидность шешілмеді. Басқа жерге көшсек, low обновить етілді, максимум болды. Біз оны алып, осы жерден реакция беріп төмен кеттік. Осы жерде деді, міне минимум, 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 минимум. И баға не істеді?
осының барлығын қырып шықты. Міне осы ликвидность. То есть рынок постоянно ликвидностьті алып отыру керек. Ликвидность болмаса движение болмайды. Ол невозможный нәрсе. Қараңыздар, тағы да көрсетіп кетейін. Міне бізде лонговый движение болып жатыр. Ликвидность осы жерде қайда? Максимум, максимум, лоу, лоу. Значит, бүкіл жерде бізде ликвидность бар. Осы ликвидностьтер уже шешілген. Значит, астыңғы целлерда бізде каждый лоу ликвидность болады. Шартовый движениені қайттан қарасақ, тоже сондай мысал, бірақ керісінше. Лоу обновить етілді и лоу обновить етілді. Олар тоже ликвидность болды, бірақ біз оны шешіп қойдық. Енді қазір осы жерде максимумлары ликвидность болады. То есть баға не істейді? Баға осы жерін шешіп шортқа кетуі мүмкін. Бірақ осындай да жағдайлар болады. Баға осыны шешіп реакция беріп, қайттан үстіне барып, бүкіл осы жерде тұрған ликвидностьтерді шешіп қана движение жасайды. Міне, ликвидность деген осы. Қайтадан біз графикке көшсек, 4-часовой таймфреймді ашсақ, біз міне көріп тұрмыз. Осы жерде біз лоу обновить етілді. Значит, бізде потенциальный ликвидность осы жерде болды. Біз не істедік? Біз осыны алып, міне осыны алып, шортқа кеттік. И қайттан осыны обновить еттік. То есть минимумды обновить етілген соң, осы хай бізде ликвидность болады. Структура жайында енді келесі видеоларда айтамын. Жалпы ликвидность ол өте маңызды тақырып. Сен ликвидті көрмесен, онда сен нарықта ликвидсің. Енді келесіде уровень көргенде кіріп кетуге асықпа. Сұрақ қой. Бұл жерде стоптар бар ма? Егер жауап я болса, онда асықпа. Күт, реакция күт. Міне, осы жерде бізде ликвидностьтер толып тұрды, біз барлығын шештік. То есть рынок двигается от ликвидности к ликвидности. Нарық ликвидтан ликвидқа барады. Ликвидті шешіп, ликвидті қайттан шешіп, қайттан обновление жасауға барады. Міне, обновление, ликвидность, обновление, ликвидность, обновление. Бүкіл ликвидтарды шешіп, қайттан обновлениеге барамыз. Міне, ликвидность деген осы. Тағы да қайталап жіберейін, ликвидность ол ақша. Енді сіздің сұрақтарыңыз болса, менің личкама жаза аласыз. Мен сізге Алла қаласа көмектесемін. Ассаламу алейкум.